Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Дара KZ. Бүгін бізде әдеттегідей өте қызықты жаңа жылдық карточкалар болады. Біз осы 1-2 күннің ішінде әдіс-тәсілдермен бөлісетін боламыз. Енді осы жаңа жылдық карточкаларға тоқталып өтейін. Жаңа жылдық карточкалардың біз электронды нұсқасын дайындап қойдық, яғни сіздер мәліметтерді өзгерте аласыздар. Өздеріңіздің тақырыптарыңызға қатысты басқа мәлімет жазып немесе тапсырма бере аласыздар. Ол үшін міндетті түрде каналға жазылу керек. Сондықтан каналға жазылып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Құрметті достар, осы видеоны соңына дейін қарасаңыздар, алда тағы қызықты әдіс-тәсілдер, ойындар, сергіту сәттері және карточкалар шығатын болады. Сондықтан әрбіріңіздің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Ендеше карточкаларға тоқталайық. Экранда көріп тұрғандарыңыздай жаңа жылдық көңіл күй сыйлайтын өте бір ерекше карточка десем болады. Оқушыларымның сүйікті карточкасы осындай түсті жаңа жылдық көңіл күй сыйлайтын карточка. Мұнда мен сіздерге мысал ретінде зат есімді жазып көрсетіп қойдым. Зат есімнің дара зат есім және күрделі зат есімге мысал жаз дедім. Және астына негізгі зат есім мен туынды зат есімге мысалдар жазу керек. Сіздер басқа тақырыпты жазуларыңызға болады, немесе жалғауларды жазуға болады. Жалғаудың неше түрі бар, мысал ретінде жазып көрсет. Осы әрбір бөліктерге тапсырмалар жаза аласыз. Келесі жаңа жылдық шырша. Жаңа жылдық шыршаның бір ерекшелігі бұл кітап сияқты ашылып жабылады. Менің қазір қолымда бұл жоқ, бірақ өзім дайындап көрдім. Өте бір қызықты, оқушыларға ұнайтын осы жаңа жылдық карточка. Міне осы экранда көріп тұрғандарыңыздай бөліктерге бөлініп тұр. Сол бөліктерді қиып алуыңыз керек. Алдымен А4 параны осы карточканы дәл осылай шығарып аласыз. Электронды нұсқасын каналға жазылсаңыз беретін боламын. Сосын осы бөліктерді қайшымен қиып алыңыз. Көрсетілген бөліктерді ғана. Және астына А4 парағын жабыстырып қойыңыз. Қиылған бөліктерді ашқан кезде сізде тапсырмалар тұру керек. Осылай ашқан кезде тапсырмалар оқушыларды қызықтыра түседі. Келесі карточка, бұл да жаңа жылдық көңіл күй сыйлайтын бір ерекше карточканың түрі. Бұл жерде мен мысал ретінде 3-ші сыныптың тақырыбын алдым. Жыл мезгілдерін жаз, жыл мезгілдерін оқушылар жазып шығады, жаз айларын ата, тоқталып шығады. Әрбіріне осылайша бір қызықтыру үшін осындай карточкаға салып көрсетіп жатырмын. Сіздер дәл солай өздеріңіз тақырыптарыңыз бойынша жаза аласыздар. Әдебиет пәнінен, қазақ тіл пәнінен, тарих пәнінен, қалауыңыз бойынша. Мысалы, эпитетке мысал келтір, метафораға мысал келтір, немесе үстеудің неше түрі бар, мысалдарды жаз деп әртүрлі тапсырмаларды бере беруіңізге болады. Математикадан да қолдана аласыз. Сурет пәнінен барлығына қолдануға таптырмас мүмкіндік. Келесі карточка, бұл жерде суретті соңына дейін салу керек. Оқушылардың фантазиясына қарай, өзінің креативтілігіне байланысты оқушылар салып шығады. Сосын оны түрлі түсті қарындаштармен бояу керек. Баланың еркіне байланысты. Жоғарыда аты жөнін жазып, бүгінгі күнді жазып тапсыра алады сіздерге. Бұл карточкада мен мысал ретінде мәтінді талдап үйренейік деп қойдым тақырыпты. Сіздер өзгерте аласыздар. Бұл жерде үлкен мүмкіндік, көп мәлімет жаза алады оқушы. Бір шығарманы талдауына болады, немесе хронологиялық кесте жасай алады. Осы бөліктерге тақырыбыңызды жазып шығуыңызға болады, тапсырмалар тақырыбыңыз бойынша. Келесі дұрыс жолды тап және боя. Оқушылар бұл карточканы бояп шығады және дұрыс жолды тауып бір арнайы қарындашпен бояу керек, немесе фломастермен. Келесі бір ерекше біз күнтізбе дайындадық. Мен мысал ретінде сөз таптары деп жазып қойдым. Бұл күнтізбенің маңыздылығы қандай? Бұл жерде оқушылар, сіз осы жаңағы күнтізбені қабырғаға немесе бос орындарға іліп қойсаңыз,
оқушылардың есте сақтау қабілеті арта түседі. Өйткені күнде келген сайын, сыныпқа кірген сайын осы күнтізбеге баланың көзі түседі. Сондықтан осы күнтізбені міндетті түрде қарап алыңыздар. Бірінші мысалы қаңтар айына тоқталайық. Қаңтар айының біз күндерін жазып шықтық және апталарына тоқталып өттік. Бұл жерде сіздер маңызды күндерді белгілеп қоюларыңызға болады. Немесе бір оқушының туған күні болса, оны да белгілеп қоюыңызға болады. Мейрамдарды белгілеуіңізге болады. Жанына сөз таптары, зат есімді жаздым. Яғни не, кім, нелер, кімдер сұрағына жауап беретіндігін және ортада жұлдыз жорамалдың суретін салып қойдым. Яғни балалар осы қаңтар айы басталғанда қаңтар айындағы зат есімнің сұрақтарын жаттап алады. Келесі ақпан айы, мысалы ақпан айында сын есім қандай, қай сұрағына жауап береді және жұлдыз жорамалды қойып қойдым. Дәл осылай сіздер барыс септігіне тоқтала аласыздар, немесе жаңағы жалғауларға тоқтала аласыздар. Тарих пәнінен өтіп жатсаңыздар, алтын орда, ақ орда деп осылай тоқталып өтулеріңізге болады. Математика пәнінен, алгебра пәнінен өзгертіп алып отырып, сіздер мүмкіндіктеріңізде қолдана аласыздар. Бізде 9 сөз табы болғандықтан есімше мен көсемшені және етістерді мен қосып қойдым. Бос орын бос қалып қалмасын басқайлар деп есімше, көсемше, етістерді қосып қойдым. Осылайша өздеріңіздің сабақтарыңыз, пәндеріңіз бойынша өзгертіп, жазып шығарып алсаңыздар, кабинетке қойып қойсаңыздар, бір ерекше дүние болады деп ойлаймын. Ендеше осы материалдарды қолдану үшін каналға жазылыңыздар, комментарийға плюс тастап кетіңіздер, одан кейін мен сіздерге осы мәліметтерді, материалдарды жіберетін боламын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, қолдауларыңызға рахмет үлкен. Алда тағы әдіс тәсілдерді, рефлексия және бағалауларды шығаратын боламыз. Назарларыңызға рахмет, барлықтарыңызға сәттілік.